Қасым хан қазақтың ұлы хандарының бірі. Жәнібек ханнан кейін қазақ хандығының тағына керейұлы бұрындық отырады. Сыр бойындағы қалаларды жаулап алуға күш салғанына қарамастан, бұрындық ханның халық алдында беделі болмайды. Ақыр соңында сарайшыққа көшіп кетеді. Таққа сол кезеңде қолбасшы болған Қасым Сұлтан отырады. Қасым хан 1445-1521 жылдар өмір сүрген. Әз Жәнібектің ортаншы ұлы. Тарихта Қасым басқарған 7 жылда қазақ хандығының атты әскері 300 мыңға, халқы 1 миллионға жеткен. Қасым хан Сарайшық қаласында көз жұмды. Сол жерде жерленді деген дерек бар. Айзере, жаңа бейнематериалдан көргендей, қазақ жерін қорғау үшін, осындай ұлан ғайыр жерді қорғап қалу үшін және осындай қазақ мемлекетінің хандығын құру үшін қаншама хандарымыз Қасым хан, Жәңгір хан, Тәуке хан өзінің даналығымен, өзінің батырлықтарымен елді қорғаған және қанын төккен. Ал қазіргі таңда елімізді қорғайтын, еліміздің басшысын, елді басқаратын адамды кім деп айтады біз? Президент деп айтады. Ал хан мен президенттің ұқсастығы неде? Олар елін қорғайды. Және екеуі де не істейді? Хан бұрынғы кезде хан, қазіргі кезде президент. Не басқарады олар? елді басқарады. Елді басқарады, дұрыс айтасың. Айзере, екі көз не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі құлақ не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Екі қолымыз не үшін керек? Мұқтаж жандарға көмек үшін. Екі аяқ не үшін керек? Туған жеріне жету үшін. Бізге басымыз не үшін керек басымыз? Білім алу үшін. Өте жақсы. Ендеше мен сенің көздеріңе, құлақтарыңа, аяқ қолдарыңа, басыңа саулық тілеймін. Отыра ғой. Айзере, өткен сабақты есімізге түсіріп алу үшін және қаншалықты меңгергенімізді білу үшін тақтадағы кез келген цифрды таңдай қой. Үш сан таңдайсың. Келе ғой. Қазақ хандығы құрылғаннан бері қанша жыл өтті? 556 жыл өтті. Өте жақсы. Келесі тағы қандай таңдайсың? Ала ғой. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? 1465 жылы құрылды. Өте жақсы. Жарайсың. Келесі?